Бексұлтан Жакиев ағамыз түгел қазақ пен қырғызға ортақ драматург. Қазақ пен қырғыз бар да Бексұлтан ағамыздың рухы өшпейді, мәңгі жадымызда болар. Ал енді осы тарапта осындай үлкен іс шара жасап, барша кешеден бері бізді жарғақ құлақтар жастыққа тимей қарсы алып жатқан әуелі осы қырғыз елі, қырғыз халқына және мәдениет басқармасына ерекше ықыласымыз осында барша осы ұйымдастырушысымен айналысып жүрген Қайрат Олжабайұлы Иманалиев мырзаға көп рахметіміз айтқымыз келеді. Және бізге қолдау көрсетіп келген Қазақстанның осы Қырғызстандағы елшілігіне өздеріңізге көп рахметіміз айтамыз. Жақсы күндерде амандықта қырғыз-қазақ жасай берсін, тек бақытты күндерін бастан кешірсін. Рахмет сіздерге. Арбаңыздар, урматтуу театр сүйүүчүлөрү. Бир жумадан бери биздин Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында Бексултан Жакиевдин жумалыгы өтүп атат. Бүгүн ушул жумалыктын 4-күнү спектакльдерибизди жыйынтыктап отурабыз. Ушул 5 күндөн бери ушул залды толтуруп келип берген урматтуу көрүүчүлөрүбүз, сиздерге урматтуу Медеткан Шеримкуловичке, Гүлсүн Мамашева эжебиз, Кожогелди Култегин отурат, Асангүл Абдыгулова эжебиз, Гүлмира Бексултановна баштаган ушул жерде биздин кыргыздын журт жакшыларын бар отурасыздар. Бексултан Жакиев улутубуздун улуу инсан эле. Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, профессор, залкар драматург, жеке эле кыргыз эл эмес, коңшулаш Казакстан, жалпы түрк дүйнөсүнө орток инсандарыбыздын бири болгон. Бексултан агайдын мына атанын тагдыры Казакстандын, Россиянын, Өзбекстандын театрларына кандай коюлса, мына жүрөк ортпай мындан 20 жыл мурун коюлган Казакстандын эл артисти Эсмухан Обаев раматылык кече жакында өтүп кетти. Мына ушул киши коюп, премьерасына мен Бексултан Жакиев менен бирге барганмын. Ошондо Казакстандын эл артисти Сабит Орозбаев аксакал мына быйыл 90-го чыкты. Ушул киши карыянын образын ойногон, экинчи составды кадимки биз жакшы көргөн Төрөгөндүн образын жараткан Казакстандын эл артисти Кумант Астанбеков ойногон. Ошондогу актерлордун ойногонун көрүп, мына 90-го жаш чыккан Нүкөт